Бірінші нөмірдегі екі балықтың қозғалысы анимациясын жасаңдар тапсырмасын қарастырайық. Бұл үшін біз алдымен бірінші кейіпкер балықты басамыз және оқиғалар тарауына ауысамыз. Бұл жерде бізге жасыл жалаушасына басылған кезде блогы қажет болады. Одан кейін басқару тарауына көшеміз. Бұл жерде әрқашан блогы қажет болады. Одан кейін қозғалыс тарауында 10 қадам жүру блогы қажет болады. Бірақ 10 мәнінің орнына біз бірді қоямыз. Кейіннен біз екінші кейіпкер, екінші балықты таңдаймыз. Тағы да оқиғалар тарауына ауысамыз, онда бізге жасыл жалаушасына басылған кезде блогы қажет болады. Басқару тарауында біз әрқашан блогын пайдаланамыз. Ал қозғалыс тарауында бізге 10 қадам жүру блогы қажет болады. Бірақ алдыңғы нұсқадағы сияқты біз 10 мәнін бірге ауыстырамыз. Енді жасыл жалаушаны басамыз. Байқадыңдар ма? Балықтар бірге оң жаққа қарай жүзе бастады. Ендеше өздерің тәжірибе жүзінде қарап көріңіздер.